Қайырлы күн достар, бүгін өте әдемі әрі дастарханның көркін ашатын Малибу салатын дайындаймыз. Алдағы уақытта менің видеоларым жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып все деп таңдап қойыңыздар. Жаңа видео шыққан уақытта сіздерге хабарлама келетін болады. Салат дайындау үшін ең алдымен тауықтың төс етін маринадтап, духовкада пісіріп аламыз. Ол үшін бізге тұз, паприка, кептірілген сарымсақ және сұйық май қажет. Барлығын қосып, араластырып, 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен тауықтың төс етін бөлме температурасында суытамыз. Енді салатымыз дайындайық. Ол үшін салат жапырақтарын қолымыздың көмегімен үлкен бөліктерге бөлеміз. Сары тәтті бұрыштың жартысын 4 бұрыштап тураймыз. 2 немесе 3 дана қиярды 4 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Черри қызанақтарын 2 бөлікке бөлеміз. Укроп пен петрушканы жапырақшаларға қолымыздың көмегімен бөліп саламыз. 2 ас қасық консервіленген жүгеріні саламыз. Жақсылап суыған тауық етін 4 бұрыштап тураймыз. Енді салатымызға кішкене тұз, бұрыш және 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды әдемі тарелкеге салып әсемдейміз. Ол үшін бізге жұмыртқа және черри қызанақтары қажет. Қайнаған жұмыртқаны 4 бөлікке бөліп, жан-жағына қоямыз. Черри қызанақтарын да 4 бөлікке бөліп, жұмыртқаның қасына қойып шығамыз. Үстіне кептірілген сухариктерді себеміз. Бұл салатқа кез келген сухариктерді қолдануға болады. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.